Мұрат, Мынау брат. бізде 562 подписчик болыпты. Аха. Ертерек видео түсіруді бастайық. Қандай видео түсіруге ниетің бар? Братжан, менде бүгінгі видеомыз соматикалық рефлекторлық доға жөнінде болсын. Ол қандай доға? Ол мынандай азамат соматикалық рефлекторлық доға дегеніміз организмнің тітіркендірішке жауабы. Сенің жағдайыңда ыстық қасыққа сенің қолыңды алып қашуың, яғни қорғаныш рефлексі. Медицина тілімен айтқанда рецептор мен эффектордың арасындағы жол. Соматикалық рефлекторлық доға екіге бөлінеді. Қандай? Қарапайым және күрделі. Ерекшеліктері неде? Ерекшелігі қарапайым 2 нейроннан және 1 синапстан тұрады. Күрделі кемінде 3 нейрон және 2 синапстан тұрады. Өз азаматтың жағдайында терілік рецептор, яғни температураға жауап беретін рецепторды тітіркендіру арқылы азаматтан осындай жауап алдық. Яғни бұл жауап бізде қорғаныш рефлексі деп аталады. Күрделі рефлекторлық доғаны толығырақ түсіндіріп кететін болсам, ол бізде 3 нейроннан тұрады. Псевдоуниполярлы, ассоциативті, немесе орысша атауы ставший нейрон. Үшіншісі қозғалтқыш нейрон. Псевдоуниполярлы нейрон жұлын миының артқы түбіршегінің спинальды ганглийде орналасқан. Ставший нейрон немесе ассоциативті нейрон жұлын миының сорзатының артқы мүйізінде орналасқан. Қозғалтқыш нейрон жұлын миының сорзатының алдыңғы мүйізінде орналасқан. Және бұл үшеуі бір-бірімен синапс құрады. Терде орналасқан температуралық рецептор псевдоуниполярлы нейронның дендритімен байланысқан. Яғни осы дендрит импульсті қабылдап, өз бойымен өткізіп, псевдоуниполярлы нейрон өзінің аксондары арқылы жұлын миының сорзатына еніп, ассоциативті нейронмен синапс құрайды. Ассоциативті нейрон өз кезегінде аксондары арқылы жұлын миының сорзатының алдыңғы мүйізіне өтіп, қозғалтқыш нейронмен синапс құрайды. Қозғалтқыш нейрон өз кезегінде аксондары арқылы жұлын миының алдыңғы түбіршегімен жүре отырып, эффекторға келіп аяқталады. Көк сиямен сызғанымыз ол бізде афферентті жол, яғни сезімталдыққа жауап береді. Жасыл сиямен сызғанымыз ол бізде жаңа айтқандай ассоциативті нейрон. Ол бізде бір ғана екі нейронды бір-бірімен байланыстыра ғана қоймай, жоғарғы және төменгі жатқан жұлын миының сегменттерін бір-бірімен байланыстырады. Ал қызыл сиямен сызғанымыз ол бізде қозғалтқыш нейрон. Ставший нейрон, яғни ассоциативті нейронның болуы арқылы азаматтың жағдайында бүкіл денесі қозғалды. Рефлекторлық доғаның қарапайым түрі. Ол бізде 2 нейроннан тұрады. Бірінші нейрон күрделі түріне ұқсайды, себебі псевдоуниполярлы нейрон. Екінші нейронымыз қозғалтқыш нейрон. Псевдоуниполярлы нейрон спинальды ганглийде орналасқан. Қозғалтқыш нейрон жұлын миының сорзатының алдыңғы мүйізінде орналасқан. Тітіркенген рецептор псевдоуниполярлы нейронның дендриті байланысқан. Осы дендрит импульсті қабылдап, аксон арқылы жұлын миының сорзатына еніп, жұлын миының сорзатының алдыңғы мүйізіне барып, қозғалтқыш нейронмен синапс құрайды. Қозғалтқыш нейрон өз кезегінде жұлын миының алдыңғы түбіршегі арқылы жүріп,
эффекторге барып аяқталады. Мысалға алатын болсақ, тізе рефлексі жағдайында, яғни тізе рефлексінде біз сан бұлшетін, яғни 4 басты бұлшеттің сіңірін тітіркендіру арқылы 4 басты бұлшеттің жиырылуын шақырамыз. Бұл қарапайым рефлекске жатады. Күрделі рефлекске азаматтың жағдайында температуралық, яғни ыстыққа бүкіл денесімен немесе қолмен бірдей тартып алу, яғни қорғаныс рефлекс. Назар аударғандарыңызға рахмет. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер, лайктарды басып кетіңіздер. Қиын болмаса 1000 подписчикке жеткізейік.